Қалайсыздар? Негізі жалпы ше, негізі эфир негізі бір аяқталып қалды негізі. Құрметті орлар, жалпы. Мен де жатам, шаршадым мен де. Бір сәйшін көңілдерін көтеріп, кішкене эфирге шықпай кетті ғой деген аяулы көрермендерімнің сұранысы бойынша эфирге кірдім де жалпы. Негізі көп отырмаймын, шығам эфирден. Бір-бірімізге сыйластығымыз ешқашан таусылмасын. Бір-бірімізді жамандамай қойып, көремаушылық деген көл соқыр бәлені ұмытайық. Көремаушылық деген көз соқыр да. Көзімді соқыр етеді. Көре алмаушылық, іші тарлық, ол көз соқыр етеді. Яғни сенің күнәға жетелеп, көріңе апарады дерің. Қазылған көріңе сондай күнә күйінше апарады да. Сондықтан көре алмаушылық деген көз соқырды ұмытайық. Бір-бірімізді тірі кезімізде бағалап, тірі кезімізде Құдайдың алдында жақсы адам болып жүрейік. Көзіңмен көрмеген нәрсеге ешқашан сенбе. Көзіңмен көрмеген нәрсеге ешқашан сенбе, және үйтіп айтушы болма. Біреудің сөзіне, біреудің оттаған сөзіне сенбей ақ қой. Сен көзіңмен көрген жоқсың, сондықтан ешқашан сенбей ақ қой біреудің сөзіне. Онда әңгімеден қояйық мақұл. Осы қара микрофон, қазір сары микрофон өткенде, оны сыйлап жібердім өткенде. Мен негізі ондай біреуге сыйлық сыйлаған жақсы көремін да, жалпы негізі. Біреуге дегенде енді, жалпы енді қасымда бауырларыма сыйлап жүргенді, кейде енді танымайтын таныстар болады, бүгін танысқан, кеше танысқан, соған сыйлай саламын микрофонымды. Сондай әдетім бар да негізі. Оны сыйлап жібердім өткенде. Иә, сөйттім. Жоқ, шаш май емес, су ғой. Жаңа телеп кеттім ғой жаңағы. Кішкене теледік қой. Қазір. Ендеше қалайсыздар, амансыздар ма? Барлықтарыңыз жиналып қалсыздар ғой. Мен эфиріме 2,5 адам болыпты. Не деген? Не деген мынау адам дейсің ғой осыны. Біреудің үйіне асарға шақыршы осыларды. Үйтіп жиналмайды. Неге досты бір көмектесіп жүрші забор құйып жатыр ем, фундамент. Соған көмектесіп жүрші, немесе бір жаңағындай бір шипір жауып жатыр ек, шипір. Тамның шипірін. Соған көмектесіп жүрші, осындай адам келмейді осыған ше. 2600 адам келмейді оған ше. Әр кезде бір 5-6 адам келеді. 5-6 адам келе ма, келмей ма, осы өзінің досы 10-ақ болады да. Әр адамның досы әр кезде 10-ақ бала болады да. 10-15-тен. Соның ішінде 4-ақ келетін жер. 2600 адам келмейді, өйстіп ше. Асырға шақырсаң, жұмысқа бір бәлеге. Өлтіріп қоямын ше. Неріма жаман тиіп басын же, неріма. Мен шақырмаймын еші. Мен Құдай сақтасын, бір адам болып, бір бала болып, жігіт болып, еркек болып, бір достарымды асырға шақырмаппын. Достарым бір-бірін шақыра беретін жер асырға. Шақыра беретін жер емес, шақырады. Кезінде қазір ешкім шақырмайды қазір. Бәрінің жұмыс басы, кредиті бар, бала шағасы бар, мәшинесі бар. Әркімнің өзінің проблемасы жетеді басынан асырған проблемасы бар да. Ешкім асырға шақырмайды. Кезінде шақырды осыдан бір 3-4, бір 5-6 жыл бұрын. Жоқ, 5-6-тан сәл төмен түсші. Осы 2010-нан 2013-ке дейін шақырды асырға. Қазір ешкім асырына бармайды. Мен бала болып, бір жігіт болып, біреуді асырыма, үйіме шақырмаппын. Біз де тірлік істедік қой, үй салдық кезінде, шипір жаптық, бір жолдас балам шақырмаппын. Қош, налым, нақу. Ол шақырасында оған арақ бересін, тамақ бересін, оған шашылған же, одан бір-екі жігіт шақырып, шипірін жаптырасаған жақсы да. Оларды міндет қылып, пәленшенің асарына барғамыз деп, әңгіме қылып ертен. Одан қайта бір ұсталарға берші, бір-екі ұстаға. Бір келісіп, әркетсе бір 10 мың теңге шығар, 10-15 мың, 20 мың теңге шықса, зато олар істеп кетеді болды. Сен жолдас бал, бөкел жолдас балаң оның ішінде 4-ақ істейді жұмыс, 3-ақ істейді. Қалғандар бәрі шашка бар деп жүреді. Арақ ішіп, пип ішіп деген сияқты ғой. Одан қайта жолдас баланы шақырмаған жақсы ғой. Мен бала болып бір жолдас баланы біреуді асарға шақырған емеспін. Құдай тұр ғой.
Қайсы бетіме келсе айтамын. Мен не сені шақырдым ба не асарға деп айтшы. Мен шақырған емеспін ешқайсысын. Оларға арақ, пиво әпер, тамақ істейсің. Ойбай, өйтіп шығын болса шақырсаң кірсе. Yaşadık yoluktundan, görünmez görüktüm maralı. Mesese bakıp da bakalım, aradım.